Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алдалаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Тіркелмеген партияға мүше болу қылмыс па? Қазақстанның қылмыстық істер кодексінде бұндай қылмыс көрсетілді ме? Көптеген жұрт Атажұрт партиясына тіркеліңдер десек, үрейленеді, қорқады. Анығында бұл өзінің заңды құқын білмеу және саяси сауатсыздықтың бір белгісі. Қазақстан Республикасының Конституциясында көзделген партиялар туралы жарғыларға сәйкес, кез келген партия тіркелуден бұрын 5000 мүше жинау керек. 5000 мүше және әр өңірлердегі өкілдері бар, арнайы бастамашы қызмет тобы бар, сосын барып өтініш тапсыру керек. Бұның барлығын, бұған қатысты заңдарды біз Атажұрт партиясының әлеуметтік желідегі Facebook, YouTube, Instagram парақшаларында сан мәрте жарияладық. Тіпті кешегі сұхбатымызда Атажұрт партиясы кандидатқа адам көрсете ме деген біздің сұхбатымызда бұл айтылды. Анығында кез келген тіркелмеген немесе тіркелуге үмітті болып, өзіне мүше жинап жүрген партияларға, ұйымдарға тіркелу, қағаз жүзінде өтініш тапсыру Қазақстан Республикасы азаматтарының толық заңды құқы. Сондықтан, мынау бейресми түрде орысшыл және қытайшыл жалдамалы жазғыштар және ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішіндегі Қытайға және орысқа жұмыс істейтін орыс пен Қытайдың лоббилері бейресми түрде өздерінің құқынан асыра пайдаланып, қызмет бабын асыра пайдаланып, қарапайым қазақтың жастары бізге партияға мүше боламын десе, олармен кездесіп, үйлеріне барып, бейресми үркітіп қорқытатын болса, бұндай деректер біздің қолымызға тиетін болса, біз оны халықаралық деңгейде көтеріп, Қазақстан Республикасының анығында халықаралық қауымдастық алдында өздеріне міндет қылып тұрып алған адамдық құқықты құрметтеу туралы барлық заңдарға, жарғыларға қарсы жұмыс жасап жатқанын дәлелдейтін едік. Сондықтан біз Қазақстан Республикасындағы барлық азаматтарға айтамыз, немесе Қазақстан Республикасының азаматы, бірақ шетелдерде тұратын оқитын жастарға айтамыз. Ешқандай қорықпастан Атажұрт партиясына мүшелікке өтініш тапсырыңыз. Бұл бір. Екіншіден, Атажұрт партиясы бүкіл әлемдік қауымдастықтың алдында өте беделді саяси ұйым. Себебі біз партия болып ресми құруламыз деген шешімді қабылдаудан ілгері Қытай коммунистерінің қазақтарға жасалған геноцидтің күллі әлем алдында ең көп дәлелдермен, ең тез түрде және өте керемет, ешқандай тойтарылмайтын дәлел фактілерімен дүниежүзі алдында дәлелдеп, бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымы және Америка мен Еуропалық қауымдастық алдында, адамдық құқық ұйымдары алдында біз бет-бедел жинадық. Сондықтан Атажұрт партиясына мүше болу сіздің адамдық құқығыңызды толық қамтамасыз етеді. Сіздің адамдық құқығыңызға толық кепілдік береді. Қазақстан Республикасының әрқандай құзырлы мекемесі сізге ешқандай зиян жеткізе алмайды. Ресми немесе бейресми сізге қандай да бір қорқыту қоқанлау болатын болса, біз сіздің амандығыңызға кепілдік береміз. Өзіңіздің заңда көрсетілген заңды құқығыңызды пайдаланыңыз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 томда болса да. Лайк бассаңыз қашқындан көрінімі бір келді.